Жақсы, Сейфуллин мектебі қош келдіңіздер. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау дос болайық бағдарламасы бойынша апробация жүріп жатқан мектептің бірі осы сіздердің мектептеріңіз. Осы апробацияның аяқталуына бір 5 айға жетпейтін уақыт қалды, 4,5 айдың шамасында. Енді осы бағдарлама бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысы жаңағы біз желтоқсан айының соңында отчет есеп алған болатынбыз. Сол есеп бойынша біраз дүниелер көңіл көншітпейтін жағдайда екен. Енді бұл дүниелер шынымен жасалмай жатыр ма? Жоқ, әлде сіздер отчет жібергенде кейбір дүниелерге назар аудармадыңыздар ма? Кейбір мәселелер түсініксіз болып жатыр ма? Жаңағы егер түсініксіз болса, қиындық туып жатса, сіздерге әдістемелік тұрғыда көмек берейік деген ниетпен осы кездесуді ұйымдастырып отырмыз. Енді осы Сейфуллин мектебінде дос болайық бағдарламасы бойынша жасалып жатқан жұмыстарға бір адам тоқталып өтсе, кім директор бар ма екен? Сосын команда мүшелері толық отырған болар, иә? Толық отырсыздар ма команда мүшелері? Онда дауыстарыңызды қосып бағдарлама бойынша жасалып жатқан жұмыстарды таныстырып өтсеңіздер. Сіздер таныстырасыздар ма? Кім таныстырады? Дауысыңыз естілмей тұр. Дауысыңызды қосасыз ба? Маған еш нәрсе естілмей тұр. Бастадыңыздар ма әлде? Дауысыңызды қосып жауап беріп жіберсеңіз ең болмағанда. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Жұмысымызға сәттілік тілеймін. Мен Өркен институтынан Мұхтар Баманғали Хамидоллаұлы. Сейфуллин мектебі. Сіз директор боласыз ба? Иә, мектеп директоры Райхангүл Махашевна. Дос болайық бағдарламасы бойынша жасалған жұмыстармен таныстырып өтсеңіз. Жалпы мына дос болайық бағдарламасы бойынша мектебімізде атқарылған жұмыстарға тоқталатын болсақ, енді өткен жылдың ішінде біздің тәрбие жөніндегі орынбасарымыз барып келді ғой. Осы Алматы қаласына барып келді. Мектеп ішінен сол кісіні жібердік біздер. Жалпы бағдарлама бойынша қандай жұмыстар жүру керек, апробациядан өткізілетін жұмыстар, осы жөнінде барлығын бізге жеткізді. Сосын осы бағдарлама негізінде біздер жұмыс жасап отырмыз. Енді дос болайық деген бағдарлама жалпы буллингке байланысты ғой. Балалардың арасында түсіндірме жұмыстары жүру керек. Қазір балалар көп балалардың арасында мынандай жағдайлар болады. Банағы бір-бірін жайлап келемеш дейтін балалар болады. Кішкене
лақап аттар қою сәттері кездеседі кей кездерде. Соны балалар оны бойлингке қатысты деп мысалы есептемейді балалар. Біз ойын есебінде айттық, кейде ондай жөнінде ата-аналар бізге келіп жатады. Осы мына бағдарлама енгеннен бері бізде жақсы сыныптарда жұмыстар жүріп, мектепшілік жалпы балалардың арасында жақсы қарым-қатынас орнатуға, бір-бірлерімен дос болуға, банағы бір-біріне қолдау көрсетуге байланысты көптеген шаралар жүрді. Мұғалімдер мен ата-аналардың арасында, жалпы ата-аналардың арасында да біздер жиналыстар өткіздік. Мысалы, осы оқу жылында айтатын болсақ, 27 қыркүйек күні бізде енді мектебімізде бұл енді әдістемелік нұсқауқатқа енгізілген педагогикалық қолдау орталығы бар ғой. Ата-аналар банағы ішінде мектебіміздің белсенді банағы тәрбие жөнінде қатысты азаматшалар, сонымен қатар белсенді ата-аналар, сол кісілер келіп банағыдай осы педагогикалық қолдау орталығының жұмыстары бойынша банағы түсінік жұмыстарын жүргізеді. Берілген тақырыптар бойынша дайындалып, бір жақсы семинарлар өтіп жатыр. Соның барлығы осы балалардың арасындағы қарым-қатынасты жақсарту. Сосын мектебімізде жалпы балаға қолайлы жағдай жасау, өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сосын енді мектеп психологы бар бізде, қазіргі уақытта бір психолог жұмыс жасап отыр. Үнемі ата-аналармен, балалармен байланыста пікірлесу жұмыстарын жүргізеді. Мектебімізде сенім телефоны бар, сенім жәшігі бар. Сол бойынша банағы балалар өзінің уәжін айтуға кішкене, кейбір балалар ашық айта алмайтын балалар болады ғой. Мысалы, банағыдай не түрінде, хат түрінде беру мүмкін, жолдап банағыдай алып қарап, сонымен танысып, сол балалармен жеке жұмыстар жүріп жатыр. Енді іште өтіп жатқан сыныптардың ішінде шаралар, оның барлығын айту керек па? Сосын мектебімізде енді бізде көп жылдан бәрі керемес қой да? Қатысты педсовет өтті ма, бұйрық шығардыңыз ба, команда құрылды ма? Бізде жалпы дос бол лайк бағдарламасы, менің жалпы басшы ретіндегі түсінігім, бұл бағдарлама қазіргі уақытта бір зерделеуден, апробациядан өтіп жатқан бағдарлама. Менің түсінігімде солай. Себебі мына мен күні неге барып келдім? Европа еліне стажировкаға барып келдім, Эстония, Финляндия еліне. Сол елдерге барған кезде оларда банағы Киба деген бағдарлама бар ғой, бұл да буллингке қатысты, сол бағдарламамен жұмыс жасап жатыр екен. Сонда біздерге сұрақ қойды. Сіздерде осындай Қазақстанда бағдарламалар бар ма? Жалпы Европа елдері осы Кибамен жұмыс жасап жатырмыз деп. Сонда біздер, мысалы, мен өз басым айттым. Енді мұнда аудан басында тағы бір мектепте бар, Мөңке орта мектебінде, жалпы орта білім беретін мектеп қой. Сонда біздің айтқанымыз дәл осы Кибада дос бол лайк бағдарламасы дәл осындай бағытта жұмыс жасайтын екен. Енді оларда бірнесі кішкене проектілер бар екен, ұнағаны проектлер. Енді бізде мысалы приказ шықты, басшылық қалатын, дос бол лайк, мына білім алушылар жәбірлеудің буллингтің алдын алу бағдарламасын іске асыру бойынша 52-ші приказ шықты, бұйрық. Сол приказ бойынша банағы іс-шаралар жоспарлары жасақталды. Сосын педагогикалық кеңесте кәдімгі дос бол лайктың біз жалпы жұмыс жасау, бұл қалай бізден өтіп жатыр апробациядан, осы жөнде қалай жүргізіледі, сыныптарда қандай жұмыс жүреді, мектепте, мектеп психолог, әлеуметтік педагог барлығына қандай қатысты жұмыстар болады, мектеп басшысы ретінде, тіпті асхананың өзінде де бізде. Қазір енді алақан қойылды, бала толық тамақтанды деген ақпаратты қазір кез келген ата-ана алып отыр. Бала тамақ ішкеннен кейін ақпарат алдына түсіп жатыр. Енді қазір сосын олар мына малообеспеченный балалар бар ғой, аз қамтылған, әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасы балалары. Соларға да банағы біздің әлеуметтік педагогымыз ол да дос бол лайк осы бағдарламасының негізіне енгізілген. Бана не беріледі ғой? Балалардың несі беріледі ғой? Бір кошелек сияқты. Әмиян. Сол бойынша да балдар тамақтанып отыр ғой енді. Бұл да енді ашықтықты нені көрсетеді ғой? Бір-бірінің тамағына жармаспайды. Барлығы сол ақпарат өзі қазір енді алақан қосылды, алақанмен тіпті қазір бәрі біліп отыр. Баланың тамақ ішіп шыққанын біліп отырады. Бұрын ішті ме, ішкен жоқ па деп жүретін еді. Сосын енді бұл енді командный жұмыстар ғой.
Иә, мектебімізде кәдімгі бұған команда құрылған. Осы ережеге сәйкес жұмыс жасауға кәдімгі бір топ команда бар. Оған көшбасшылар бар, сосын бөлінген көшбасшылар бар жұмыс жасауға. Манағы бұл енді бір адамның несімен жұмыс жүзеге аспайды ғой. Досболбаев бағдарламасын жүзеге асыру үшін кәдімгі үлкен команда құрылып, сол командалар өзінің міндеттемелерін орындап жұмыс жасап жатыр. Енді өте жақсы бағдарлама. Қазіргі уақытта бізге қажет деп ойлаймын бұл бағдарламаның. Тиімділігі жоғары. Әртүрлі мысалы сәттер болып жатқан кезде ата-анаға біз түсінік жұмысын жүргізуге, осы мына бағдарлама негізінде жасалып жатқан жұмыстардың ықпалы жақсы жоғары деңгейге дейін жеткізуге болады деп ойлаймын. Енді қанша дегенмен бала болғасын, әртүрлі жағдайлар болады, енді ол жасырмаймыз оны. Бірақ осы жұмыстардың арқасында жақсы жұмыстардың шешімін, жақсыға қарай бағытталып шешімін табуға болады деп ойлаймын мен. Мысалы, жәбір көріп қалған балалар осы бағдарлама негізінде жасалған түсінік жұмыстары комплексный дейді ғой, енді командалық жұмыстардың, бұл кәдімгі біздер осы бағдарламаны бір жоба қылып өзімізге алып отырмыз. Биыл жылдың басында біздер жобалар енгізгенбіз. Осы білім саласына, білімге қатысты мына сапасын, білім сапасын арттыруға, оқу сапасын жақсартуға, соған байланысты, сосын мына тәрбиеге қатысты, осы мына Досбол-лайк бағдарламасы кәдімгі мектебімізде бір бағдарламаның өзін біз кәдімгі бір жобалық жұмыс сияқты қылып қабылдап отырмыз негізі. Жоспары бар, енді сізге көрсету керек па, оның іс-шаралар жоспары, сыныпта өтіп жатқан шаралар, жоспарлап қойған тағы шараларымыз. Соны көргеніміз дұрыс еді негізі. Қазір алдыңызда бар ма? Бар, көрсете қойса. Қазір сізге ноутбукпен көрсетейік, фотолармен, несімен. Педагогикалық кеңесте тыңдадық біздер. Сканерлеп жіберерсіздер, иә? Сканерлеп жіберерсіздер. Сканерлеп па? Осы бағдарлама бойынша, енді сіз өте жаңа басында жақсы айтып кеттіңіз, Кива, енді әртүрлі әлемде бағдарламалар көп қой, мысалы, Финляндияның Кива бағдарламасы әлемде бірінші неде тұр қазір. Жаңағы Голдеустың Буллингке қарсы бағдарламасы, тағы да басқа көптеген бағдарламалар бар. Енді бұл Досболбаев біздің өзіміздің отандық бағдарлама. Мен айттым осыны, біздің Қазақстанның отандық несі деп. Енді ұқсайтын жерлері бар, жаңағы өйткені бәрібір қанша дегенмен сол буллингпен күрес болғандықтан, бірақ айырмашылықтары да ұқсамайтын жерлерде өте көп. Енді осыған байланысты сіздерді жалпы бұйрықтың шыққанын, команданың құрылғанын және іс-шаралар жоспарының бекітілгенін айттыңыз. Оны жалпы бізге сіздерден отчет алдық қой. Отчетта осылардың бірден біреуі сіздерде жоқ деп тұр. Бізге жоқ деп тұр. Жібермегенсіздер ғой сіздер. Енді команданың құрамында сынып жетекшілер бар ма? Сынып жетекшілер бар командада. Жақсы. Енді осы команданың негізгі несі, енді жоспарларды жаңа жіберем дедіңіз ғой. Жоспар жібереміз екен сіздерде. Бірақ сол қазір барлық қандай құжаттар бар, мен айтам, сол құжаттарды бізге жіберсеңіздер, енді осы буллингке қарсы команда, жаңағы команда құрылды дедіңіз ғой, оның төрағасы кім екен? Өзіңіз ба, басқа біреу ма? Жалпы негізі командаға мені басшылыққа қойып қойған негізі. Мен павлодикке байланысты бара алмай қалдым. Негізі өзім көргім келіп еді бұл бағдарламаны. Себебі біздің өзіміздің отандық бағдарлама болғасын жақсы білгеніміз жақсы ғой деп едім. Бірақ тәрбие жөніндегі орынбасарымда тәжірибелі, сол кісі барып көріп келді. Психолог негізі үшеуміз барайын деп жатырдық. Түсінікті. Енді осы буллингке қарсы команданың отырыстары өтіп тұра ма? Қанша, мысалы, айына бір рет, 90-ға бір рет жоспарланған ба отырыстары? Енді бізде әзірге біз 90-на бір рет қойдық, бірақ кешегі мына өткен оқу жылынан бастап біз бағдарлама енді ғой. Педагогикалық кеңесте қарадық, атқарылған жұмыстарға
жұмыстар тыңдалды. Оның барлығын біздер оны педагогикалық кеңесте қарап отырмыз. Сосын енді Кеңестің хаттамасында ол бар, иә. Енді бар. тек кеңестің хаттамасы жаңа жоғарыда айттыңыз ғой. Енді осы команданың өзінің отырыстары, егер оның хаттама, ол отырыстар туралы да хаттама беру керек па сізге? енді сіз 90-ға бір рет болса 2 хаттама болу керек қой. Енді ол жерде өзі команда болғаннан кейін команданың әрбір мүшесінің атқаратын қызметі бар ғой. Мысалы, буллинг бола қалған жағдайда не істеу керек, әлеуметтік педагог не істеу керек, сынып жетекшілері не істеу керек деген сияқты. Мінекей осындай жұмыстарды тең бөлінген жаңағы жұмыстар болу керек. Енді сіздерде осы хаттамалар жоқ деп тұр. Осыны бір жолға қойсаңыздар енді. Мысалы, төрағасы өзіңіз болсаңыз, 90-на бір рет па, яғни бірінші, екінші 90 бітті, үшінші 90-да осы буллингке қарсы команданың отырысын өткізіп, ары қарай жұмысты жандандыру жөнінде. Енді әр 90-да әр ай сайын жаңағы жұмыс жүріп жатыр ғой. Енді бізде сіздерден апта сайын отчет алыңдар деп жатыр бізге. Оқу ағарту министрлігінен осы аптаның басында неге апта сайын. Енді екінші, бұл жаңа хаттамалар, ненің команданың өзінің отырысы. Жәбірлеу оқиғаларын журнал бар ма сіздерде? Түсінбей қалдым. Жәбірлеу оқиғаларын тіркейтін журнал. Егер бола қалған жағдайда. Ол мектеп психологында бар, сол кісінің міндеттемесінде бар. Жақсы. Яғни сіздерде мына жерде жоқ деп тұр отчетта. Оны да орнына келтіру керек. Енді бізде негізгі жұмыс 7-ші қосымша бойынша жүргізіледі. Жаңа команда құрамында сынып жетекшілері бар ма деп сұрап отырғаным сол. Егер сынып жетекшілері болса, мына 1-11 сынып аралығындағы оқушылармен жүргізілетін сабақтар бар, 7-ші қосымша. Сол сынып жетекші кім екен, сабақ жүріп жатыр ма, жоққа айтып жіберсе. Дауысыңыз ажырап тұр, естілмейді. Біздер енді үш сынып жетекші енгізілген командаға. Бұның ішінде Қайыржанова Назерке деген бар, бір сынып жетекшіміз. Сосын енді Қайыржанова Қарлығаш деген бар, осы жақын аралықта декретке шығып кетті, енді орнын алмастырамыз ғой. Қизатова Айдана бар, именно жоғары класс сұрап отыр, жоғары. Жоғары класстан, тек қана жоғары класстан болу керек деп тұр, 10-шы сынып деген салмайсыңдар. Жоқ, жоғары болу шарт емес, 1-11 сыныптар аралығында ғой. Егер сынып жетекшілер бар болса... Онда 2-8 бір тоғызды алып отырмыз біздер. Ана несіне байланысты 9 адам алып отырып қой, соның ішінде 3 класс жетекші кіріп тұр, 2-і 8-ші класс, 1-і 9-шы сыныптікі. Қазір жоқ па олар мына жерде қатысып отқандардың ішінде? Жоқ, іште мектепте жүр. Біреу Жамалбеков Айым болмай ма? Яғни бұл сабақтарды өзіңізде, орынбасарларыңызда бақылап отырған болар. Бұл сабақтар жүріп жатыр ғой. 90-на бір рет әр сыныпта өткізіліп жатыр, 90-на бір рет сынып жетекші. Уже 2 сабақ өтілді, Осы сабақтарға қатысты өздеріңізде бір не бар ма? Сіздерге көңіліңізден шықпайтын, ұнамайтын жерлері? Мұғалімдер, мысалы, сынып жетекшілер, біз мына сабақты өте алмаймыз, біздің мүмкіндігіміз жоқ мына сабақты өтуге. Мынандай әдіс тәсілдерді біз қолдана алмаймыз деген сияқты не жоқ па, ондай ескерту, ұсыныс деген нәрсе? Енді жасап атқан негізі мұғалімдер, жас мұғалімдер, жалпы ұсыныс берген жоқ. Негізі бар ғой, мына балалардың арасында осы мына қазір ата-ана араласады ғой. Қазір жас ата-аналар көп, негізі бағанағыдай
үлкен грубый не болып жатқан жоқ, бірақ балалардың арасында бір келемештеу сондайлар болады бізде. Балалардың арасында болады. Бірақ енді мен ол бір сыныптасым ғой, мен ойнап айттым дейді ғой. Иә. Жоқ, Рима Енді ханым, бір мен айтып жатқан жоқпын. Жаңа сабақ жүргізу барысында сынып жетекші бір қиындықтарға тап болуы мүмкін ғой. мүмкін ғой, мүмкін, иә. Әзірлемеге қатысты. Соған қатысты сынып жетекшілерден жауап жоқ па дегенім ғой. Мына сабақты бізге өту қиын деген. Жоқ, мынау сіздер бергендеріңіз дайын сабақтар ғой, енді одан тап не етпейді енді, бірақ жалпы тәрбие процесі кезінде енді қиындықтар болатын шығар, бірақ енді тап сіздердің дайындаған материалдарыңыздан қиындық көріп жатқан жоқ олар. Жақсы. Енді осы сабақтар бойынша жүргізіп жатыр ма мұғалімдер? Қайталайсыз ба сұрағыңызды? Осы сабақтар бойынша жоба жұмысын жүргізіп жатыр ма мұғалімдер? Сынып жетекшілер, әлде бізде жоба жұмыстары да бар ғой. Әлде біртұтас тәрбиенің жобасын осыған пайдаланып жатыр ма? Дос болайықта біздер бөлек нет отырып қой, бағдарламаны бөлек жұмыс жасап отырып қойған. Жоқ, негізі бөлек жасамаңыздар. Сол бұл дос болайық бағдарламасында мысалы ата-аналармен жиналыс өткіздік дедіңіз. Сол жерде ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтары бар ғой. Соның 1-2 сабағын өзгертіп, осы буллингті кіргізу керек солардың сабағына. Сол тақырыбын кіргізу керек дейсіз ғой. Иә. Жалпы сол педагогикалық қолдау орталығының несі жасап отыр ғой. Бірігіп. Сол педагогикалық ата-аналарға мүмкін енді 1-4 сыныптың ата-аналарына онша керек емес шығар. 5 пен 9-дың ата-аналарына бір тақырып кіргізуге болады. 10 мен 11-дің ата-аналарына бір тақырып кіргізуге болады. Сонда былайша айтқанда жаңағы бұл бағдарлама сіздерге қосымша салмақ болмайды. Керісінше сол мектепте жүргізіліп жатқан жұмыстың енгізіп жіберу керек та мазмұнына. Сонда өздеріңізге де жеңіл және жұмыс тиімді жүргізіледі. Енді мына жерде тәлімгерлік деген бар. Жоғары сынып оқушыларының төменгі сынып оқушыларына тәлімгерлігі. Осы жұмыс жүріп жатыр ма? Иә, жалпы осы бағытта біздер негізі жаңа буын мектебі деген біз жобада болдық. 10 адам, бір команда. Сол кезде бізде осы нені алдық? Осы жобаның аясында өзіміз бір жоба аштық. Соның ішінде оқушыға тәлімгерлік ету деген болды бізде. Жоғары сыныптың оқушылары, орта буынғы, төменгі сыныптарды бади деген ұйым бар бізде. Бади деген ұйым, сол бади деген ұйымда жоғары сыныптың оқушылары ортаңғы сыныптармен шаралар өткізіп, соларды тәрбиелейді. Банағы. Сондай жұмыстарымыз бар біздің. Соның ізі бізде қалыптасқан. Қамқорлықтан көрсетеді, және олармен, және мұғалім ғой, ана жоғары сыныптың оқушыларымен күшті шаралар өткізді. Кәдімгі мектепшілік шаралар өткізіп, жүріп жатыр. Ол бізде ұйым бар, бади деген. 4 кезеңге бөлінген, соның бір кезеңі жоғары сынып пен ортаңғы сыныптардың арасындағы жұмыс. Соны біздер мына дос болайыққа бади. Бади дейсіз ба? Ұйымның аты қандай? Бади. Жақсы. Өте жақсы. Енді біз осы тәлімгерлікті былай жоспарладық. Жаңағы 5-ші сыныптың оқушылары 1-ші сыныпқа барып тәлімгерлік жүргізсе, 6-ші сынып 2-ші сыныпқа барып. Ол жерде біз мына 1-ші сыныпты оқытқан мұғалім мен 5-ші сыныпты оқытқан мұғалім бір мұғалім ғой енді. Сонда былайша айтқанда бір ананың, бір педагогтың алдынан шыққан балалар бір-біріне жаңағыдай жұмыс жасаса деген. Бізде сондай ой болды. Егер тәлімгерлікті осылай жүргізсеңіздер, кішкене дұрыстау бола ма деген ой. Өте жақсы болады, негізі айтуыңыз дұрыс, идеяңыз. Ары қарай сыныптың социометриясы енді сіздерде 0 деп тұр, бірақ ол бар шығар, психологыңыз бар болса. Отчетность берілмей ма, сонда бәрін 0 деп айтып отырмыз. Сыныптың социометриясы деген сіздерде 0 болып тұр да?
Нөл деп тұр дейді ал. Мектеп психологы бар бізде. Жақсы жұмыс жасап отыр былай қарағанда. Бар ма екен? Ол психолог қазір бар ма осы жерде? Жоқ, енді ана жұмыс жүргізуге бағалау жасайды, отчетность алады олар. Сол Жалпы отчетностьты осы мысалы мәселені банағы ойлану нөл деп керек. салған дейді. Бізде Аха. салды дейді мына қыздар. Алдында да осыны айтты маған, ескертіп. Егер бар болса, мен қазір Сіздерде қойып нетпеген, қоямын. берілмеген деп. Жоқ болса, оны психологке тапсыру керек, осыны жүргізу керек екен. Мектеп психологы не тапсыру керек дейсіз, қайтып айтасыз ба? Сыныптың социометриясы. А? Сыныптың социометриясы. Социометриясы дейді. Бар дейді. Психолог отыр осы жерде. Міне, әріптестер отыр. Аха. Көріп отыр ма? Енді ары қарай мынау мысалы кибербуллингтің алдын алу бойынша шаралар қабылдау. Әлеуметтік желіге мысалы оқушылар фотосуреттерін қояды, посттар жазады, әлеуметтік желілерде бір адамдармен танысады деген сияқты. Осыған қатысты жұмыстар жүргізіле ме мектепте? Не жүргізіледі? Кім көрінгеннің ұсынған достығын қабылдамау керек. Ол адам кім деген сияқты. Сенің таныстарыңның ішінде онымен араласатын адам бар ма деген сияқты жұмыстар жүргізіле ме? Оқушылармен? Иә, жүргізеді. Енді ата-аналармен сізге сөзіңізді ойлатып бір ұсыныс айтайын деп, мен өзімнің жалпы осы командаға айттым. Кеше стажировкеге барғанда олардан бана балалардың арасында не өткізіледі екен, мынандай шара. Ең банағы досы көп оқушы, ең досы көп бала. Банағы досы көп деген мектептің ішінде. Және ол танитын достары болу керек екен. Оларда мысалы біздер жетістікке жеткен балаларды чатқа жазамыз, көп радиоторапты да біздер тек көңілді үзілістерге пайдаланамыз ғой. Оларда радиоторапта банағы жетістікке жеткен оқушыларды хабарлап отырады екен. Банағыдай. Бүгін мынандай шара өтті, сонда или дос болайық бағдарламасына ондай оқушы қатысты, ол бірінші естілмей қалды даусыңыз. Сосын банағы ненің жақсы, соны біздер жолға қойғанбыз дейді, ең дос көп бала деген. Ол да жақсы сияқты, достыққа қарай. Өте жақсы жұмыс ол да. Одан кейін мынау оқушылардан, ата-аналардан, мұғалімдерден сауалнамалар алынды ма? Сауалнама. Оның да материалдары бізге жіберілмеген. Не материалдарын бермеген дейді. Жалпы осы сауалнама алуда бір қиындықтар бар ма сіздерге? Қорытындысын сұрап отырмын. Сен прикрепить еткенде айтып отырмын, көп нәрсені алмаған ғой мына кісілер. Жоқ, прикрепить еткен жоқпын мен. Тек бар деп жаздым. Енді қорытындысы бола ма? Жоқ, оның сауалнаманы, любой сауалнаманы бәрін сараптап отырып қой. Хорошо, түсінікті. Осы жұмысты да кішкене қолға алу керек сияқты. Өйткені ақпарат келмей тұр. Одан кейін мына ата-аналармен сабақ өткен кезде, егер болмай ақ қойсын, бірақ бір буллинг жағдай бола қалған жағдайда ата-аналар кімге хабарласу керек деген мәселеде ақпарат берілді ме ата-аналарға? Берілді, иә. Ол қалай, ауызша берілді ме, әлде? Мектеп психологы айтсын қазір. Біздер саламатсыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мектеп психологымын, мен Өмірбекова Кенжегалиевна. Енді осы бағыт бойынша біздер ата-аналарға Facebook желісіне жариялап, әрбір сенбі күні банағы қабылдауды жариялап хабарладық. Осы туралы. Сонда ата-аналар біледі ғой, егер бала буллингке ұшыраған жағдайда не істеу керек, кімге хабарласу керек екен? Қайтадан айтыңызшы, дауысың шықпайды.
Сонда ата-аналар біледі ғой, қазір егер баласы буллингке Хабарда, ұшыраған иә, хабарда. не істеу керек, кімге хабарласу иә. керек? Ата-аналар хабарда, барлығына WhatsApp арқылы және де Facebook арқылы хабарладық. Аха, өте жақсы. Енді бізде осы мәселе жадынамалар берілген болатын, оны пайдаландыңыздар ма? Иә, пайдаланып жатыр. Аха. Яғни ата-аналар не істеу керек екенін біледі. Аха. Иә, Жақсы, жалпы пайдалан- енді бүгінгі жиналыста, кездесуде қозғалған анықтағым келген дүниелер осылар. Енді осы дос болайық бағдарламасын жүргізуде сіздерге бір қиындық туғызып, бір түсініс жаңағы болып жатқан мәселелер бар ма? Бір енді мұғалімдер білмей жатқан деген сияқты. Біртұтасын жұмысын жасаймыз ба? Біртұлайықты жасаймыз ба? не Ондай мәселе жоқ мен па? мынандай мәселе жалпы осы бағдарлама аясында мысалы сіздерде қалай деп нетеді, аймақтық па бір жақсы онлайн семинарлар бере алмайсыздар ма? Береміз. Жақсы спикерлар тыңдап, жұмыстарын көрсек, осыны ұсыныс қылу керек. Енді ана біртұтас тәрбиенің ішінде жалпы бұл осы мәселеде бар ғой, бірақ енді бұл бөлек бағдарлама болғасын, бұған енді бұл бағдарламаға көп мән беріледі ғой. Яғни сіздерге тәжірибе алмасу мақсатында осы жұмысты жүргізіп жатқан бір мектептердің іс тәжірибесін көргілеріңіз келе ме сонда? Иә, көргіңіз келеді онлайн. Иә, онлайн. Жақсы, енді ол Атырауға бару оңай емес қой, ол сол онлайн, бізге де онлайн дұрыс. Жақсы. Жоқ, сіздер қашықтан отырып, мына онлайн өткізе аласыздар ма дегенім ғой. Түсінбедім. Мысалы конференция, семинар демей ақ қояйыншы, конференция. Конференция? Осы бағдарламаға байланысты сол бір мектептің жақсы жұмыстарын тәжірибелерін көрсетсеңіздер. Жақсы. Аха. Сіздің неңізді жазып алдым. Жоқ, онлайн деймін. Конференция көрейік бағдарламаның өзіне қатысты, мысалы, осы сіздің мектебіңізге бір әдістемелік тұрғыда көмек ешқандай керек емес па? Осы мына шаруаны бізге дұрыс түсіндіріп берсе, сол жобаны жүргізу. Бізге қолдаулар керек. Ал Жақсы мамандардың несі болса, қолдауларды алуға біз дайынбыз. жақсы. Именно қандай тақырыпта керек? Осы бағдарламаның жалпы жүзеге асырылуы бойынша бізге сондай кішкене қолдау көрсету керек. нормативтік құжаттармен қалай жұмыс жасаймыз? Дұрыс естімедім. Қайталап айтып жібересіз Осы ба? жалпы мына бағдарлама аясында жүргізетін жұмыстарға бізге кішкене қолдау керек. Мысалы, ережеге сәйкес қандай жұмыстарды тағы да өтуге болады. Сол бізге кішкене қолдау қажет. Жалпы бағдарлама несінде, иә, шеңберінде. Енді ішіндегі мәселелеріміз жалпы бағдарлама жақсы түсінікті. Бағдарлама жөнінде тағы да Командамызды командамызды жинап қатысайық. Мына жағаласып кетіп жатырсыздар бір-біріңізбен. Жеке-жеке сөйлесеңіздер. Жоқ, командамыздың құрамын көбейтуге бола ма дейді. Аха, естілмей қалып жатыр. Команданың құрамын көбейтуге бола ма дейді. Мысалы, қазір бізде командада 9 адам тұр. Оған шектеу жоқ, бірақ енді егер нәтиже беретіндей болса, көбейте беріңіздер. Бірақ енді айтыр, сол оның ішінде тек қана, мысалы, тек психолог пен соцпедагог қана емес, оның ішінде сынып жетекші де болу керек, оның ішінде ата-анада болғаны дұрыс, оның ішінде жаңағы мектептегі сіздер кіші қызметкер дейді екенсіздер ғой, тех персоналдан да болғаны дұрыс.
Әйтеуір солардың барлығын қамтыған дұрыс. Тағы? Рахмет сізге. Ол комиссияның құрамында бар ол кісілер. Бір жағынан енді сіздің айтуыңыз да дұрыс болар, себебі мына команда өте көп болса, оның сапасы болу керек қой жасалатын жұмыстарында. Өз міндеттемелерін дұрыс атқару керек болады ғой. Қойшы көп болса, қой арам өледі дейді ғой. Команда мүшелері өздерінің жұмысын нақты білу керек. Мысалы, психолог. Бөлек бола қалған жағдайда мен не істеймін? Ол сынып жетекшінің жұмысына араласпайды. Тек қана өзінің жаңағы психолог ретінде жұмысын істейді. Сынып жетекші ретінде өзінің жұмысын істейді. Ата-анасына хабарласады, құқық қорғау органдарына хабарласады, директорге хабарласады, тағы да басқа. Дәл сол сияқты, мысалы, әлеуметтік педагог, оның да өзінің жұмыстары бар. Ол өзінің жұмысын нақты білу керек. Сөйтіп, жаңағы бір сәтте бірнеше адам өз бағытында жұмыс жүргізсе, жаңағы ол сол нәтиже береді. Ал енді сынып жетекшілер мына 7-ші қосымша бойынша ең негізгі жұмыс сол 7-ші қосымша бойынша жүргізілетін сабақтарды дұрыс өз несінде деңгейінде жүргізсе деген біздің неміз бар, өтінішіміз бар, қалай ұсынысымыз. Тағы сұрақтарыңыз болса? Түсінікті. Әдістемелік бізге қолдау көрсетсеңіздер. Әдістемелік қолдау көрсетсеңіздер командаға. Соны мен сұрап отырмын ғой. Әдістемелік қолдау қай жағынан көмек керек? Бізге айтсаңыздар, біз сол тұрғыдан көмек береміз. Мысалы, жобалау ма, тәлімгерлік па, жоқ жаңағы педсоветті қалай өткізу ма? Нақты конкретно айтсаңыздар, біз сол тұрғыда көмек берейік сіздерге. Оны кейін жазып беруге бола ма сіздерге, сізге өзіңізге? Енді WhatsApp топта бармыз ғой бәрімізде. Бүгін ертең кешке дейін жазып берсеңіздер. Жақсы, Рейма ханым, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы. Жұмыс жоқ емес, жұмыс бар. Бағдарлама апробациядан жақсы өтіп жатыр деп есептейміз. Рахмет сізге. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.